Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Әйгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, жұп-жұмсақ, хош иісті, сондай тәтті тыквенный нан жасайтын боламыз. Нанымызды жасамастан бұрын менің сіздерге кішкентай ғана бір өтінішім: каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге осындай өте керемет рецептілерімді бөлісетін боламын. Ендеше осындай керемет рецептімізді дайындау үшін видеоның соңына дейін менімен бірге тамашалап, рецепті менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен осындай кішкене жылы сүтімізді ыдысымызға салып, оның үстінен дрожжымызды салып, екеуін жақсылап тұрып, дрожжымыз езілгенше араластыратын боламыз. Дрожжымыз езілгеннен кейін оның үстіне тұз салатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырып, оның үстінен бал саламыз. Менде табиғи бал мына жерде. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне осындай сұйық май құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығатын боламыз. Енді достар, мына жерде кішкене тыква менде. Сіздерге граммын астына жазып кететін боламын. Менде буға пісірілген тыква. Сіздер суға қайнатсаңыздар да болады. Осылайынан тыквадан пюре жасап, тек қана өзін езіп, жаңа қоспамызға салып араластыратын боламыз. Араласып болғаннан кейін үстінен ұн салып, жұмсақ етіп қамыр дайындап, қолмен илейміз. Мінекей менде осындай сап-сары, жұп-жұмсақ, әдемі қамыр шықты. Енді осы ашығанша бетін жауып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Екі қайтарылған нанымызды осылайынан түсіріп аламыз да, керегімізше бөліп алып, нанның формасын жасайтын боламыз. Ұн сеппейміз, тек майдың көмегімен домалақтап алатын боламыз. Форма жасалып болғаннан кейін екеуін кішкене ыдысқа салып қойып қоямыз, өздігінен тағы да 15 минуттай көтерілу үшін. Мінекей әп-әдемі осындай формалар шықты. Мінекей менде көтерілді, өздігінен осындай топ-томпақ, өте керемет, жұп-жұмсақ. Мен осылай бетін сәндеу үшін кішкене бетіне ұн сеуіп, кішкене пышақпен форма жасап жіберемін. Сіздер де жасасаңыздар да болады, жасамай қойсаңыздар да болады. Осындай керемет булканың формасын жасадым. Өзіме осылай жасаған қатты ұнайды. Нанның барлық беттеріне осылайынан мен форма жасап шығамын. Осылайынан 180 градусқа қызған пешке салып пісіріп алатын боламыз. Оттың ішінде кемінде 40 минуттай ұстаңыздар. Беті қызарды деп оттан шығарып алуға болмайды достар. Себебі біздің нанымыз сары болғаннан кейін тез қызарып кетеді. Арасы одан кейін шикі болып қалуы мүмкін. Осылайынан асықпай кішкене 40 минуттай шыдаммен күтіңіздер, жарайды ма? Мінекей достар, менің наным осындай өте керемет, сап-сары, жұп-жұмсақ болып пісті. Сіздерге менің рецептім ұнады деген ойдамын. Егер рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Әйгерім. Сіздермен осындай өте керемет, тәтті рецепттермен келесі кездескенше сау болыңыздар.